Сәлем баршаңызға, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен ерекше жаңғақты печеньяның рецептісімен бөліспекшімін. Каналымнан алыстамаңыз. Алдымен ыдысымызға сары майды салып, үстіне құмшекерді салып, миксердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Оның үстіне жұмыртқаны қосып, тағы да жақсылап миксердің көмегімен араластырамыз. Жақсылап құмшекер ерігенше араластырып алдық. Енді оның үстіне сүтті құйып, тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайктарыңызды басып кетуді ұмытпаңыздар. Алда әлі түрлі қызықты, әрі оңай, қолжетімді рецепттер шығатын болады. Печеньямыздың ерекшелігі сонда, апельсинді қосамыз. Апельсиндің сыртын, седрасын үкіштің кішкентай жағымен шығарып аламыз. Иісі ерекше болып, печеньямызға басқаша дәм беріп тұрады. Бір бүтіндей апельсиннің сыртын үкіштен шығарып аламыз. Міне араластырып алдық. Енді оның үстіне дайын тұрған ұнымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Ұнды кішкене миксерлеп алған соң, бір қасық қопсытқышпен азғантай шым-шым тұзды салып, қажетті ұнды салып, қолдың көмегімен жұмсақ та емес, қатты да емес, қолға жабыспайтын қамыр дайындайтын боламыз. Ұнды қажет еткенше сала бересіздер. Қолға қатты жабыспау керек қамыр. Міне жұмсақ қамырымызды дайын болды. Енді холодильникке алып қоятын боламыз. Печеньямыздың ішіне салмасына мен жаңғақ қостым. Осындай пышақтың көмегімен майдалап шығамыз. Сіздердің қалауларыңыз әртүрлі тосаптың джемдерін қоссаңыздар да бола береді. Міне турап алған жаңғақтарымызды құмшекермен жақсылап араластырып, қамырды осындай төрт бұрышты етіп, шіли жұқа да емес, орташа қамыр жайып аламыз. Оқтаудың көмегімен. Енді дайын салманы жайылған қамырдың үстіне салып шығамыз, осылай жайып. Енді өзімізге тартып орап шығамыз.
Қамырымызды да орап алдық. Енді шетін жақсылап жабыстырып шығамыз. Әйтпесе піскен кезде ашылып кетуі мүмкін. Енді осындай бөліктерге бөліп шығамыз. Пышақтың көмегімен кесіп, дайындап қойған листке салып, қызып тұрған печкада печеньяларымыз қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Міне печеньямыз да пісіп шықты. Мен бетіне әсемдік үшін қант ұпасын септім. Жұп-жұмсақ, иісі де ерекше, дәмі де басқаша болып тұрады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Балдарыңызға да ұнауы сөзсіз. Видеоның соңына дейін көргеніңізге рахмет.